Сәлеметсіздер ме? IT болашақтың ғана емес, бүгіннің де мамандығы. Қазір біз Бейнеу политехникалық колледжінің IT маманымен сұхбаттасып, бұл саланың ерекшелігі мен маңыздылығы туралы ой бөлісетін боламыз. Саламатсыз ба ағай? Мен болашақта IT маманын таңдап отырмын. Сізге бір-екі қояр сұрағым бар еді. Сәлеметсіз бе? Мен енді әуелі өзімді таныстырып кетейін. Менің аты-жөнім Қайралап Ғазиз Сәбитұлы. Мен осы Бейнеу политехникалық колледжінде 2021 жылдан бастап осы жұмыс жасап келе жатырмын. IT мамандығы қазіргі осы заманауи мамандықтар болып табылады. Себебі қай саланы алсақ та қазіргі таңда осы цифрлық, яғни сандық техника деп жатырмыз ғой. Осы мамандықсыз жұмыс жасау мүмкін емес. Себебі қазір кез келген персоналды немесе маманды алып қарайтын болсақ, барлығынан да бір талап, яғни қойылады. Бұл компьютермен жұмыс жасау қабілеті. Яғни компьютермен жұмыс жасау қабілеті бұл жерде ең әуелі осы компьютерді дұрыс қолдану, оны сызу, жазу сияқты әртүрлі әрекеттерді жалпы қабылдап білу керек. Сіздің болашақ талапкерлерге берер кеңесіңіз қандай? Қазір көптеген студенттер, жалпы оқушылар осы IT саласын таңдап отыр ғой. Бұл жерде IT саласы енді күннен күнге жалпы қарыштап дамып жатқан сала. Себебі бір технология келесі күні басқаша технология болып шығады. Сондықтан да әр уақытта IT саласын таңдайтын студент әр уақытта ең бірінші талап бұл еңбекқорлық. Осы IT саласын таңдаған адам күнделікті іздену керек. Сол кезде ғана ол жақсы IT маманы болып шығады. Яғни енді мана айттым ғой, IT маманның ішінде әртүрлі сала бар деп. Ал осы IT саласын таңдағаннан кейін адам өзінің ішкі жан дүниесіне байланысты IT саласының кез келген саласын таңдап, соны дамытып кете алады. Енді мен өзіміздің осы колледж туралы айтатын болсақ, біздің колледжіміз жалпы осында облыс бойынша алдыңғы қатарларда колледж болып табылады. Біздің колледжде мысалға осы IT саласы бойынша сандық техника және осы желілік әкімшілендіру мамандықтары бойынша жалпы білім береді. Мен өзім осы желілік әкімшілендіру техника бойынша білім беремін, өз басым. Біздің жалпы колледжіміз осы 9-шы және 11-ші сыныпты бітірген жалпы оқушылар біздің колледжімізге түсе алады. Яғни тегін грант бөлінеді. Колледжіміз жалпы жақсы маман дайындап шыға алады деген мен өзім сенімдемін. Сондықтан да барлықтарыңызды жалпы түсем деген оқушылар болып жатса, барлықтарыңызды шақырамын.